Сәлем достар, сіздермен әлем ғажайыптарынан. Бүгінгі видеода мен футболдың атасы Эдсон Арентес до Насименто, яғни өзімізге белгілі Пеле туралы айтатын боламын. Пеле 1940 жылы 21 қазанда дүниеге келген. Трес Красойнис Минас Жерайс деген жерде. Әйгілі бразилиялық футболшы, 20 ғасырдың үздік футболшысы, 3 дүркін әлем чемпионы. 1958, 1962, 1970 жылдардың ең үздік ойыншысы. Пеле халықаралық олимпиада комитетінің ұйғарымы бойынша 20 ғасырдың спортшысы деп мойындалады. Сантос және Нью-Йорк ғарыш клубтарында ойнаған, Бразилия құрамасында 92 матч өткізіп, 78 гол соққан. Әлем чемпионатының ойыншы ретінде ұтқан рекордшы 3 титулға қол жеткізген. 4 рет әлем чемпионатына қатысқан. 1970 жылғы әлем чемпионатында үздік ойыншысы. 1958 жылғы әлем чемпионатының ең үздік жас футболшысы. Оңтүстік Америкадағы жыл футболшысы. 2 рет әлем чемпионаттарының символдық құрамаларының мүшесі болды. 1966 жылы Пеле Розинес дос Шоумен үйленді. Екеуінің 3 перзенті болды. Пеле Кристину Эдсона Дженнифер. 1982 жылы екеуі ажырасты. 1994 жылы Пеле екінші рет Астрия Лемосқа Сисасқа үйленді. Олардың Джошуа және Селестия атты егіз балалары болды, бірақ 2008 жылы тағы ажырасты. 2016 жылы 75 жасында 3-ші Жапон ұлтының өкілі Марсия Сибилия Окейге үйленді. Міне достар, бүгінгі видеомыз Пеле жайлы болды. Видеоны лайк басыңыз.